Қайырлы күн, құрметті Болашақ ауылының тұрғындары. Мен атым Бауыржан Зәкиұлы Ахметжан. Бәрі мені Бауыржан Зәки деп таниды осы облыста. Енді бүгін 16 сәуір 2025 жылы енді жол түсіп, Нұрмағамбет ағаның шақыруымен, сіздердің қалауларыңызбен енді келіп жатырмын сіздермен кездесуге. Жалпы құбағы мен түсінікті, жалпы қазіргі уақытта ауыл азаматтарының, аудан жұртшылығының осындай өздеріне қатысы бар, онда да жеке бастың проблемасы емес, жалпы қоғамдық мәселелер, көшеге, ауылға, микрорайонға қатысты, ортақ мүдделерге қатысты сұрақтарды көтеру, проблемаларды айту, арызды жазу, мынандай бастамаларды билікке дейін жеткізу өте жақсы нәрсе. Мен солардың бәрін құптайтын адаммын, соны бастап жүрген адаммын. Және де азаматтардың ол тек өзінің проблемасы емес, басқа да ортақ проблемаларды айта білу, оған тек ерлік емес, айтқанда енді тек заң сауаттылықтың арқасы емес, жалпы ол азаматтың бір ішкі ниетіне, бір ұйымшылдығына байланысты деп есептейтін адамдардың бірімін. Мен өзім қысқаша айтатын болсам заңгермін, бұрын прокуратура органдарында жұмыс жасадым. 20 жылдан бастап, міне 5 жылдан асты, мен жеке өз-өзіме жұмыс жасайтын адаммын. Адвокат болдым, қазір кәсіби заңгермін. Жаңағы біздің қоғамдық кеңес бар, облыстық, соның мүшесімін, жалпы қоғам белсендісімін. Енді өздеріңіз білесіздер, қоғам белсендісі болу деген енді аты болғанмен, оның заты негізі шынымен айтқанда ол қиын нәрсе. Өйткені біріншіден оған ешкім ақша төлемейді. Екіншіден ол ылғи да былай айтқанда біреулердің, жұрттың, халықтың бір топ, 2 адам, 100 адам, 1000 адам болсын, солардың бір мүддесін, шаруасын біреуге жеткізе білу керек. Прокурордың, соттың, акиматтың, басқасы да. Көп жерлерде қиыншылықтар өте көп кездеседі. Біздің әлі билігіміз, біздің жергілікті атқарушы орган, басқа да құқық қорғау органдары халықпен тікелей сөйлесуге, диалог жасауға әлі де дайын емес. Оны енді дамып келе жатырмыз, енді сөйлесуге мұрша болғанмен, көбіне көп бізде енді билік халықты әлі де місе тұтпайды деп ойлаймын. Егер бұл жерде билік өкілдері отырса, оны ешкім де оған ренжімейді. Бірақ біз, яғни халық, жалпы қауым, қоғамда біздің де шалалығымыз бар. Біз айқайлап өзіміздің құқығымызды қорғай алмаймыз. Бір арыз жазуға келгенде қорқа соқтаймыз. Біз басқа да бастама көтеретін кезде біз үндемей қалғанда немесе де басқа да жақсы деп қоя салғанды жақсы көреміз. Олар көбіне енді ауыл тұрғындарына қатысты. Ол енді әңгіменің шындығы керек. Енді осы 21 жылдан бастап мен бүкіл ауданды аралап шықтым. Қош келдіңіздер. Енді Жәнібек ауданына жете алмадым, енді жол былтыр біткен екен. Ол жерде де боламын. Бірақ осы айналаның бәрін айналып шықтым. Осындай мәселелермен халықпен кездесу, проблемаларын тыңдау. Бірақ сіздерде болған жоқ, мына дегенмен де. Сондықтан да қош келіп жатырмыз. Бірақ енді мен бірден айтып өтейін, менің ұсыныстарым қандай? Мен жүрген жерімде ауылдың халқымен кездескеннен кейін ол проблемаларын жазып аламын, тыңдап аламын. Кейде видео түсіреміз, қазір уақытта сурет жасаймыз. Бірақ осы проблемалардың бәрін мен көбіне жеткіземін. Өйткені шыны керек, біз қазақтар жақсы, оның ішінде басқа ұлттар да бар шығар. Біз әбден үйреніп қалғанбыз. Біз проблемаларды тойда, кафеде, құдалықта, әйтеуір темекі тартып тұрғанда, басқа жерде айтамыз да, жиналыстарда көп сөйлегенмен біз оны жазбаймыз. Біз оны нақты шешімін табуға тырыспаймыз. Немесе сол жабулы қазан қалады. Немесе 1-2 адам, Нұрмағамбет сияқты басқа да бір белсенді 1-2 адам айтады да, қалғандар көреміз. Оларға не болады екен дейді, сол әңгіме қалып қойып жатады, әңгіме шындығында. Біз өз құқығымызды, жеке болсын, ортақ проблема болсын көтеру үшін әрқашан арыз жазу білуіміз керек. Үкімет те, билік те басқасына бүкіл жағдай бізде жасап отыр. Қазіргі уақытта арыз жазатын болсақ, өтініш болсын, басқа да сайттар бар. Үйден шықпай телефоннан да арыз жазуға болады. Ең бастысы біз осыны жетілдіруіміз керек. Жаңағы мәселелер сондықтан да өте көп. Сондықтан да мен жалпы ұсынатым, жүрген жерде болса арыздарды дізіп, облыс әкіміне, облыс прокурорына, кімнің құзыреті жетеді, уәкілеттілігі, соған жолдау. Яғни олар шешсін. Ол жерде және де 2 мәселе бар. Бірінші мәселе, көбінесе бұндай кейбір проблемалар бірден шешілмеуі мүмкін. Бірақ ең бастысы бұл процесс, яғни халықтың бірігіп, мысалы 1000 адам тұратын ауылдан ең болмаса 100 адам, 50 адам бірігіп, хат жазып, бізде осындай проблема жатыр деп билікке жеткізе білу, осының өзі үлкен нәтиже. Яғни бұрын ондай да болған жоқ, бұл айтқанда. Яғни сол бірігіп, осылай ұйымдасып, арыз жазып, біз осындай азаматтармыз және біздің құқығымыз осындай бұзылып тұр дегеннің өзінің дауыс берудің өзі өте үлкен нәтиже деп ойлаймын біз Қазақстан үшін. Яғни біз жалпы құқығымыздың бұзылмаған қалайтын болсақ, біздің жолдарға дұрыс асфальт салынса, сапалы болса, мектептеріміз сапалы салынатын болса,
балаларға беретін тамақ дұрыс болатын болса, жаңағы көп жерде мемлекеттен бізге берілетін пайданың, жақсылықтың барлығын біз дұрыс қабылдаймыз дейтін болсақ, осындай қоғамдық бақылау, қоғамдық өзін дауыс шығаратын адамдардың болған тиіс. Ол мен жалпы өз ойым сол. Өйткені біз үндемейтін болсақ, енді барлығы да солай қала беретін жайы бар. Және екіншіден біздің әрқашан ойлайтынымыз, енді мынандай ойда болуымыз керек, яғни жалпы президенттен бастап кішкентай, мысалы мектеп директоры немесе ауыл әкімі болсын, президенттен бастап ортасына депутаты, басқасы бар, ол біз сайлаймыз. Ол салық төлеушілер, яғни халықтың сайлау, біз сайлайтын, біздің сайланған, тағайындаған адамдарымыз. Біз оларға сондай өкілеттік беріп отырмыз. Сондықтан да біз оларға солай қарауымыз керек. Біз сені сайладық, жалдамалы, сен бізге менеджерсің, біз мамансың. Сен сол дұрыс жұмысын жаса. Өйткені сол бюджеттен, салық төлеушілерден олар не істейді? Жалақы алады, басқа да жақсылықтарға жетеді. Біз соны ешқашан ойдан шығармауымыз керек. Тек салық төлеушілер бізде жалпы бізде бұқаралық ақпарат құралдары әбден үйретіп тастаған. Бюджет ақшасы, республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен, қазынадан деп. Ол бюджет дегенде бізге алыс көрінеді. Біреудің ақшасы сияқты. Ол дегенмен ол біздің ақша, салық төлеушілердің. Қазір сіздер айтуыңыз мүмкін, жоқ мен салық аз төлеп отырмын, жерге 7 мың төлеймін, машинаға 9 мың кеше төледім, бірдеңе деген сияқты. Менен көп ақша шықпайды. Бірақ салық төлеушілер ол бір адамнан, миллиондаған ақша жиналатын болса, өте үлкен ақша жиналады. Плюс бизнестен бар. Екінші үлкен бюджеттің бөлігі бұл жердің астындағы газ, мұнай, басқа да табиғи қазба байлықтардан жиналатын ақша. Яғни біздің конституциямызда жазулы тұр. Жердің астындағы, үстіндегі бүкіл байлықтар кімге? Ол халыққа тиесілі. Яғни халық бізге тиесілі болғандықтан билікке де тапсырманы беретін біз болуымыз керек. Біз енді ол жолды, ол мәселені армандаймыз, бірақ дегенмен де армандан басқа қазірден бастап сондайға не дейді енді қадамдар басуымыз керек. Мен енді бұл енді қарапайым сөздермен айтып жатқан, және менің ойымша ол кәдімгідей болатын заттар. Енді екінші мәселесі, енді біраз бана ауылдар аралағандай ең басы біраз проблемалар шешуге дейін көмектесіп те жүріп, қасында әріптестерім де бар. Бірақ менің бір ренжитінім, жеме-жем келгенде әлі бізде бұл мәселе не деп айтады енді? Әлсіз де болып жатады. Өйткені маған жолығуы мүмкін азаматтар, арыз жазамыз, бастап көтереміз, бастаманы, ол кейде орта жолда тоқтап қалып жатады. Ол осы мәселені біз қолға алуымыз керек. Сондықтан да егер проблема болса, оны шешу жолдарын анықтасақ, кімдер оны шеше алатынын біліп отыратын болсақ, жұмыстанатын болсақ, осының барлығы да белгілі процесс бойынша жұмыстану керек. Енді болмай бар жатса, бізде Қазақстан Республикасының әкімшілік соттары бар. Сот арқылы өз құқығын көрсету деген мәселе. Иә?